Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Айнура, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз қазіргі кезде хит болып жатырған миди баклаваны оригинал рецептімен жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші жұмыртқаны жарып араластырып аламыз. Содан соң жылы су құямыз. Сұйық май құямыз және де қаймақты қосамыз. Менде осында майлылығы 20% қаймақ. Оның үстіне ертілген сары майды қосамыз. Барлығын жақсылап осылай қозғаймыз. Және де осындай бір ас қасық алма уксусын қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнға қамыр қопсытқышты қосып аламыз. 10 грамм қамыр қопсытқыш қосамын. Сосын осындай електен өткізе отырып қосамыз. Барлығын бірден електен өткізе салсақ болады, себебі біз қазір қамыр илейміз. Енді осылай қолмен араластырып, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Ішіндегі қамырларды да осылай сырып алып, қамырымызға қосамыз. Қамырымыз осындай қолға жабыспайтын, өте жұмсақ болып шығады. Енді оны бетін жауып, осындай ыдысқа салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бірінші сүтті құямыз. Сосын қант пен манная крупаны салып, тоқтатпай араластырып тұру керек. Осылай үздіксіз араластырған кезде ғана асты жабыспай дұрыс пісіп шығады. Біздің кашамыз осылай қою болып, бетіне тесіктер пайда бола бастайды. Сол кезде газды өшіреміз. Яғни біздің қосатын салмамыз дайын деген сөз. Салмамыз тезірек суы үшін осындай үлкен көлемді тарелкеге салып қоямыз. Бұл салмасын негізі түріктер қаймақ деп атайды екен. Яғни оригинал рецепті бойынша осындай кашадан жасалатын салманы қолданады. Енді біздің баклавамыздың бетіне жағатын осындай сары май және күнбағыс май екеуін араластырып, жақсылап отта ерітіп аламыз. Мінекей мен сары майымызды темір ыдыста ерітіп алып, кесеге құйдым. Енді бетіндегі ақ көбігін басқа ыдысқа алып тастаймыз. Осылай қойып қоямыз. Енді жаңағы салмамызды, суға қойып қойған салмамызды қолмен алып дөңгелектеп шығамыз.
Мінекей осылай дөңгелектеп алдық, осындай тағы бір тәрелке шықты. Енді қамырымызды жаямыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз, 8 немесе 10 бөлікке бөліп шығамыз. Міне байқасаңыздар, тоңазытқыштан шыққан соң кішкене қатайып, қамыр өзінің формасында әдемі ұстап тұр. Осылай бөлемін. Менде мына жерде 12 бөлік шықты. Енді осы қамырларымызды да дөңгелектеп қоямыз. Енді біз қамырымызды жаямыз. Қамырды жаю үшін кукуруз крахмалын қолданамыз. Міндетті түрде кукуруз крахмалын қолдану керек, онымен жаюға болмайды. Осылай басында крахмалды көптеу сеуіп, жайып шығамыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, сондықтан жайылуы да оңай болады. Бірақ оқтаумен қатты басып жібермеу керек. Осылай жаймендеп жаямыз. Дәл осындай екі қамырды бірінің үстіне бірін қойып, арасына кукуруз крахмалын көптеу етіп сеуіп, екі бірдей қамырды да жайсаңыздар болады. Міне біз қамырымызды толықтай жайдық. Менің ковригімнің астындағы сызықтарына дейін көрініп тұр. Енді оқтауымызға қамырды қайтадан ораймыз. Осылай толық орап алғаннан кейін екі жағынан жиырамыз. Осылай жиырып аламыз. Енді шетінен бастап ашамыз. Бұл жабыспайды, қорықпай осылай аша берсеңіздер болады. Енді қамырымыздың бетіне осындай фисташканы саламыз. Арасында шамамен 2 саусақтай қалуы керек. Осылай өлшеп салып шығамын. Фисташканы салып болғаннан кейін біз жаңа салмасын дайындаған болатынбыз. Осыларды бетіне қойып шығамыз. Бұның бетіне де аздап фисташка себеміз. Немесе осы салманы фисташканың өзіне айналдырып алсаңыздар, аунатып алсаңыздар болады. Енді жаймендеп қамырымыздың екі бетінен жабамыз. Бірінші бетін жаптық, енді екінші бетін жабамыз. Әрқайсының арасын осылай қысып шығамыз. Жақсылап қысып алыңыздар, әйтпесе қазір кескен кезде ішінде фисташкасы шығып кетеді.
Содан кейін арасын кесіп шығамыз. Екі жағындағы артық қамырын алып тастаймыз. Бұны басқа қамырға жаюға қолдана берсеңіздер болады. Енді баклавамыздың узорын шығару үшін осылай екі шетінен тағы да қысып, келесі бетіне аударамыз және төмен қарай кішкене басамыз. Сонда бізде астындағы узоры бетіне келеді. Осылай қысамыз екі шетінен, келесі бетіне аударып, аздап басамыз. Баклавамыздың узорын шығарып алдық. Енді екі шетінде осындай ұзынша қамыр артық болып қалса, оларды да кесіп алып тастасаңыздар болады осылай. Дайын болған баклаваларымызды осындай табаға орналастырып шығамыз. Мінекей баклаваларымызды табаға орнатып алдым. Енді бетіне жаңағы ертілген сары майларымызды жағып шығамыз. Баклаваларымызды 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 40-45 минуттай уақыт аралығында пісіріп аламыз. Енді біз сиробын дайындаймыз. Сиробын дайындау үшін осындай суға бірінші қантты саламыз. Қанты ерігенше қайнатамыз. Міне біздің қантымыз толықтай еріді. Енді осындай лимонның тілімінің суын ағызамыз ішіне. Сосын ішіне салып жібереміз. Сиробымыз қоюға айналғанша қайнатамыз. Біздің сиробымыздың дайын болғанын былай құйған кезде соң жағында жай тамшылайды, содан байқаймыз. Мінекей біздің баклаваларымыз пісті. Енді бетіне ыстықтай сироп құямыз. Сиропты міндетті түрде баклавамыз пісе салысымен құюымыз қажет. Осылай ыстықтай құйып шығамыз. Осылай сиропты құйғаннан кейін бөлме температурасына баклаваларымыз суығанша қойып қоямыз. Менде сироп аздап қана басылып қалған болатын, сондықтан бетінде көпіршіктер шықпады. Егер сироптарыңыз өте қатты ыстық болатын болса, бетінде аздап көпіршік шығатын болады. Біз қазір бұл баклаваларымызды бөлме температурасына суығанша қойып қоямыз. Одан кейін сиробы өзіне сіңгенше бір түнге қойып қоямыз. Содан кейін ғана жеуге ұсына берсеңіздер болады. Біздің баклаваларымыз бір түн холодильникте тұрды. Енді мен сіздерге арасын кесіп көрсетемін. Ал достар, бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Сіздерге бұл рецепт ұнады деген ойдамын. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнура. Назарларыңызға рахмет.